Ұлы даланың тарихи мұрасы, ұлттық брендке айналған алтын адам әлем музейлеріне шеруін жалғастырады. Соңғы 2 жылдың ішінде Қазақстанның ұлттық музейі мен республикамыздың мәдениет және спорт министрлігінің ұйымдастырған бірегей жобасы аясында Сақ ханзадасы алыс жақын шетелдердің көрмелерінде көрсетіліп, көшпелі халықтың өркениеті таныстырылды. Тізімдегі келесі мемлекет Түркия елі. Ұлттық музейдің ғылыми қызметкерлері, реставраторлар, экспозиционерлер мен қор сақтаушылары көрмені маңызды сапарға дайындау үстінде. Археологиялық алтын және күміс қорлардан алынған 207 экспонат ұқыпты түрде арнайы жәшіктерге салынып жатыр. Отандық музейдің қорында Түркия Республикасымен сабақтасатын көптеген артефактердің де бар екендігін айта кеткен жөн. Между Казахстаном и Турцией очень много общего. Қазақстан мен Түркияның арасында ортақ байланыс көп. Тіпті тарихқа көз жүгіртетін болсақ, біздің түпкі тамырымыз бір. Барлығымыз түркі халықтарының ұрпағымыз. Қазақстан территориясында ерте заманда Оғыз тайпасы өмір сүрген. Кейінірек олар Византия жерін жаулап, сол жаққа қоныс аударған. Қазіргі уақытта бұл заманауи Түркия жері. Бірақ бұл халықтың ата-бабаларының тамыры алыста жатыр. Қазақстан территориясының оңтүстігін, нақтырақ айтқанда, Түркістан, Қызылорда облыстары мен Каспий және Арал теңіздерінің маңайын Оғыз тайпасы мекендеген. Осылайша оғыздардың ізімен біз де жолға шығуға ниеттіміз. Түркияның бүгінгі астанасы Анкара тарихы тереңде жатқан көне қаланың бірі. Ол өз заманында ежелгі Грекия мен Рим, Византия, Осман сынды 3 алпауыт империяға тиесілі шаһар болған. 20 ғасырдың басында Түркияның бірінші президенті Кемаль Ататүрк Анкараны ел астанасы етіп бекітеді. Көптеген туристер Анкараны ұнататыны рас. Мұндағы саяхат әдетте Түркия Республикасының негізін қалаушы Кемаль Ататүрк мавзолейінен басталып, Анадолы өркениеттер музейін тамашалаумен аяқталады. Неолиттен бастап Ассирия, Хет, Фригия патшалықтарының өркендеуі мен Византия, Осман империяларының құрылуына дейінгі кезеңдердің тарихы баяндалған. Ал Құдай ана мүсіндері тас ғасырынан сыр шертетіндей, біздің заманымызға дейінгі 7 мыңжылдықтағы аңшылықтың көрінісін ежелгі бейнелеу өнерінен аңғаруға болады. Сөрелерге қойылған экспонаттар патшалық бейіттерден табылған заттар. Олардың көбісі алтыннан, күмістен және қоладан жасалған бұйымдар. Экспозицияның бұл бөлігі бізде патшалық жерлеу бұйымдары деп аталады. Ерте қола дәуірінде өмір сүрген жергілікті халық осы заттарды қолданған. Тарихи деректерде мұндағы жұртшылықты хатты деп атаған. Хатты бұл хеттердің ата-бабалары. Хеттердің жазбаларында олар өздерін хатты халқының ұрпағы екендерін атап өткен. Егерде сіздер жақынырақ қарайтын болсаңыздар, сөрелерге қойылған бұл экспонаттардың шеберлікпен жасалғандығын байқайсыздар. Мұндағы заттар өте бағалы, олар сирек кездесетін бұйымдар. Анадолы даласында хатты халқы өмір сүріп жатқан кезеңде шығысқа қарай 5000 шақырым жерде сақтар жерлеу қорғандарын салып жатты. Солардың бірінен 1969 жылы алтын адам табылды. Есік жерінде жерленген жауынгердің маңайынан 4000-нан аса алтын бұйымдар, әшекейлер және тұрмыстық заттар жер бетіне шығарылды. Араға 50 жыл салып, Азияның түкпір-түкпірінен табылған көне дәуірдің құнды экспонаттары Түрік музейінің төріне қойылды. Қазақстан тарапынан әкелінген экспозициялардың ішінде күміс кесе ерекше көзге түседі. Биіктігі бар болған 2 сантиметрді құрайтын ыдыс күні бүгінге дейін зерттеліп келеді. Сейчас я вам хочу познакомить самый Қазір мен сіздерді осы көрмеге қойылған ерекше жәдігермен таныстырғым келіп тұр. Бұл есіктен табылған жазуға арналған кіші күміс кесе. Біз көшпелі тайпалардың дәуірінде жазудың пайда болғандығын үлкен мақтанышпен айта аламыз. Бұл жазу 2 жол тармағынан және 26 белгіден тұрады. Арамей әліпбиіне негізделген архон енесей жазуы. Бүгінгі күні бұл жазудың әртүрлі мағынасы бар. Еліміздің ғалымдары кеседе жазылған жазудың нақты қандай мағына білдіретінін әлі анықтай алмады. Ал аң стилі жан-жақты зерделенді. Бір-бірімен күрескен жануарлардың бейнелері жақсылық пен жамандықтың арпалысын, өмірдің мәңгі қозғалысы мен оның жаңаруы сынды мағыналарды білдіреді. Звериный стиль является ярчайшим проявлением
Аң стилі біздің тарихымыздың ең жарқын көріністерінің бірі. Әлем тарихында да оның орны бөлек. Сонымен қатар ол кейінгі қола дәуіріндегі жарқын кезеңді сипаттайды. Себебі сол уақыттан бастап біздің бабаларымыз көшпенді халық атана бастады. Мәселен, мына керемет белдік алтын адамның салтанатты киіміне арналып жасалған. Бұл аң стилінің элементтерінен құралған классикалық үлгіге сай келетін киімнің бөлігі. Түрлі діндердің пайда болуына байланысты аң стилі уақыт өте алғашқы маңыздылығын жоғалта бастады. Алайда жануарлардың сәндік қолданбалы суреттері орта ғасыр мәдениетінде де кездеседі. Нақтырақ айтқанда, бұл стиль былғары бұйымдарда, кітаптарда, ағашқа, тасқа, сүйекке ойылып салынған суреттерде және сәулет өнерінде орнамент ретінде пайдаланылды. Бұл тенденцияны 15 ғасырға тиесілі Сайрам қазынасынан табылған жәдігерлерден байқауға болады. Олар зергерлік өнер бұйымдары экспозициясына қойылған. Қазақстандық ғалымдардың мақсаты түрік әріптестерін Қазақстан археологиясымен жақынырақ таныстыру. Оның үстіне тәжірибемен алмасудың мұндай мүмкіндігі күн сайын бола бермейді. Это первый приезд нашего золотого человека, золотого воина в Турцию и начало. Біздің мәдени құндылығымыз саналатын алтын адамды Түркия еліне бірінші рет алып келдік. Шараның ашылу салтанаты Анкара қаласында өтіп жатыр. Мұнда Ататүрік сөзі ел астанасының атауымен қатар айтылады. Түріктер Анадолыны анасы жағымен, ал атажұртын Қазақстанмен байланыстырады. Яғни алтын адамның сапары бұл ата-баба тарихымен жақынырақ танысу болып табылады. Шараның ашылу салтанатында күн райы да шуақты болды. Анадолы мәдениетіне тиесілі мүсіндердің ортасында қазақ музыкасы орындалып жатыр. Нұрсұлтан қаласы әкімдігінің мемлекеттік филармониясы Ұлы дала тарих пен мәдениет көрмесінде осылайша өнер көрсетті. Енді екі елдің маңызы тұрғысынан бұл біріншіден өздеріңіз білесіздер, Қазақстан мен Түркия бауырлас екі ел, мәдениеті, тілі, діні бір-біріне ұқсас ағайын елдер. Сондықтан біздің бір-бірімізге деген мәдени мирасымыз, мұраларымыз өте ұқсас. Османлы империясынан бұдан бұрынғы хиттиттер, Месопотамия дәуіріндегі бұл жерде осы музейде көріп отырсыздар. Бірақ түріктер тұрғысынан ұлы даланың мирасын, мұрасын көру тұрғысынан өте маңызды. Өйткені түрік халқы өзінің ата жұртын, туған жұртын, аталарының келген жұртын Орталық Азия, оның ішінде Алтай өңірінен Қазақстан жері деп есептейді. Құттықтау сөз айтылғаннан кейін көрменің есігі көпшілікке салтанатты түрде ашылды. Келушілер мұнда тылсымға толы тарихтың деректерін тамашалай алады. Тастан жасалған сөрелерде Қазақстанның ұлттық музейінің құнды экспонаттары көз жауын алады. Көрме залы тарихты бағалаушылардың қарасымен толықты. Анкараның қонақтары мен тұрғындары да кезекке тұрып, еліміздің мәңгілікке сақталған мұрасымен танысуға ынтық. Енді өздеріңіз білесіздер, елбасымыздың Нұрсұлтан Әбішұлының рухани жаңғыру тарихи еңбегінің аясында алтын адамның дүние жүзіне салтанатты шеру көрмесіне бүгін қызығушылық өте көп. Енді әрине атақты Анадолы мәдениетінің музейінде біз алтын адамның көрмесін ұйымдастырып жатқанымыз біз үшін үлкен абырой. Қазақстан территориясында өмір сүрген тайпалардың мәдениеті мен тұрмысы, археологиялық бай топтамалары мен алтын адам. Бұл түрік қауымының түркілес тамырына бір табан жақындауына мүмкіндік беретін ерекше көрме. Біздің Анадолы халықтарының музейі келушілер саны жағынан жылдың ең үздік музей атанды. Сондықтан да Ұлы даланың көрмесін дәл осы жерде өткізуді жөн көрдік. Түркі және қазақ халықтарының тарихи мәдениеттері бір-бірімен сабақтас. Екеуінің тіпті бөліп жаруға да келмейтін тұстары бар. Екі ұлттың халықтары қашанда бауырлас әрі дос болған. Біз алдағы уақытта да екі ел арасындағы мәдени көпірдің байланысын нығайтатын боламыз. Өз еліңнің тарихымен қайта танысу, қиыны мен қызығы қатар жүретін жұмыстың бірі. Ғалымдар әрдайым жаңа деректердің бетін ашқан сайын, сіз бен бізде бабалардың өмірін қайта парақтағандай боламыз. Өткенді білу ұлттың рухани жаңғыруына сеп болатын қадамның бірі. Алтын адаммен бірге біз де әлемге ұлы даланың өркениетінен сыр шертіп, ел тарихын ұмыт қалдырмауға тиіспіз.